Алтынбай Жайна нөмір 48 жалпы орта білім беретін мектебінің 6 А сынып оқушысы. Күнделікті тұрмыста қолданыстан босаған пластикалық ыдыстардың қоқыста ұзақ жатуы қоршаған ортаға зиян әкелетініне барлығымызға мәлім. Айналамыздағы қоршаған ортаның таза болуы біз үшін басты мәселе. Сондықтан да жарамсыз заттарды кәдеге жаратып, қоқыстарды азайтып, қоршаған ортаға өз үлесімді қосқым келеді. Себептер тоқып оригами техникасын пайдалана отырып бұйымдар жасадым. Және де пластикалық түтікшелерден лаванда гүлін жасап, жарамсыз қалдықтарға екінші өмір сыйладым.